Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге балдың пайдалы қасиеттерімен бөлісетін боламын. Көп шырынды бал өсімдіктердің бірнеше түрінен жиналған шырын. Ара балы жоғарғы калориялы, дәмді, диеталық тағам. Бал адам организмін витаминдермен, ақуыздармен, ферменттермен, тағы да басқа тіршілікке қажетті заттармен байытады. Өмірде табиғи балды ажырату мүмкін емес. Сатушылар табиғи балға қант араластырып сатады. Жасанды балдың құрамында қант крахмалы, желім болады. Жасанды бал мен табиғи балды ажырату тек қана үй жағдайында ғана жүзеге асырылады. Ол үшін бір стакан жылы суға 2 ас қасық балды салып жақсылап араластырамыз. Кішкене тындырып қойғаннан кейін үстіне қосылған қоспалар қалқып шығады. Сол кезде жасанды бал мен табиғи балды ажырату мүмкін болады. Ара балын косметикада, дәрі өндірісінде жиі қолданылады. Балдың емдік қасиеті ерте кезден белгілі болып, түрлі ауруларға қарсы әркім өзінше пайдаланып келген. Мысалы, асқазан, бауыр, бүйрек, жүрек, өкпе, жүйке аурулары, суық тигенде, қан қысымы көтерілуі сияқты дерттерге таптырмас шипа. Балды тамақ ішерден алдын 1 стакан жылы сумен 1 ас қасық бал ішіп отырса, денсаулығыңыздың жақсарып қалғанын сезесіз. Жөтелді басу үшін пияздың сөліне бал сарымай қосып ішкен дұрыс. Балды әсіресе бауыры және өт жолы ауыратын адамдар көбірек пайдаланған дұрыс. Оны белгілі бір мөлшерде ақ ірімшікке, сәбізге, лимон шырынына қосып жеген дұрыс болады. Бал мен шоколадтың салмақ тастауға да өзіндік пайдасы бар. Қоңыр шоколадтың какаосының құрамында майды ыдырататын элементтер болса, бал жағып жасалған массаждың қан айланымын жақсартатын қасиеті бар. Белгілі медицина ғалымы Абу Али ибн Сина егер жастық шағыңды сақтап қалғың келсе, балды жиі же деген екен. Денсаулығымызды күту өзіміздің қолымызда екенімізді ұмытпайық. Достар, менің каналым ұнап жатса, лайк басып, комментария қалдырыңыздар.